Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздерге осындай лапша-резка арқылы қалай лапшаны әдемілеп кесуді үйретеміз. Кеспе көжеге өте жақсы кетеді. Бүгін кеспе жасаймыз. Кеспеге бір жұмыртқа араластырып, қаттылау қылып қамыр илейміз тұзы сумен. Бұл кәдімгі ауылдың, үйдің кеспесі. Біз өзіміз ұнатамыз, жақсы көреміз. Қаттылау қылып қамыр илеп, осыны тұндырып қоямыз біраз. Иі қану керек. Иі қанғаннан кейін барып жайып, майдалап кессек болады. Немесе қазір заманауи аппараттар бар, неше түрлі кеспе кесетін. Ондай аппаратқа салып кеспені кесіп қойса болады. Бұрынырақта кішкене той домалақ кезінде, онда лапша қамырдың жоқ кезінде сондай аппаратпен қатырып, қамырларды жайып, кесіп, аппаратпен коробкаға салып қоятынбыз. Өйткені иі қану керек. Біздің қазақтарды ойлады ма, өздерін ойлады ма, мынандай лапша-резка шығарып қойған. Бұл бұрыннан бар, көптен бар лапша-резка. Біз жаңасын алдық. Енді мына лапша-резкамыз. Бұны енді мынандай целлофандарын бәрін алып, бәрін тазалаймыз, сүртіп тазалап аламыз. Содан кейін орнатамыз. Орнатуы да оңай. Бұның мына жері қамыр жаяды. Қамырды тіліп, колбаска, сосиска құсатып, мына жерге салсаңыз жаяды. Содан кейін мына жерге салсаңыз, ол ірі жалпақтау жаяды. Кесет жалпақтау. А мына жері майда кеспе қылады. Сонысын салып бүгін көреміз. Бұны біз жаңадан алғандықтан сондай істеп жатырмыз. Әйтпесе енді қазақтың келіншектері не ғой? Мастер ғой, мынандай қолмен кесіп ақ, майдалап кесіп ақ істесе де болады. Ол лапша сүйкімдірек болады, дәмді болады. Қолмен істеген нәрсе әрдайым сапалы, дәмді шығады ғой. Мынаны алғаннан кейін көрейік деп отырмыз. Енді кішкене бір қол тимейтін кезде қолданса болады ау деген ойымыз бар. Сондықта көрейік. Жақсыны көрмекке дейді. Көрейік солай. Енді мына қамырды кішкене бұлай жайып аламыз. Осылай енді кішкене жайып, оқтаумен жайып жүрсеңіздер де болады. Кішкене жұқартып, неден өту үшін, аппараттың жаңағы өту үшін. Ал енді бісмилля деп бұлай көрейік. Ал енді аппараттан өткізіп көрейік. Қамырды жайып аламыз. Мына жайдық. Жайғаннан кейін мына жағына салып лапшасын кесейік. Енді оны көп болған дұрыс ау. Оны көп болғаны дұрыс.